Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін сіздерге осындай ашытқымен жасалатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге жылы сүт қажет, сүтті жылытып аламыз. Одан кейін тұз қосамыз, шекер қосамыз, ашытқы саламыз. Жұмыртқа қосамыз. Барлығын араластырамыз. Ең соңында ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Аздап тұз қосамыз. Ең соңында сұйық май құйып, барлығын араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін массасы осындай болып шығады. Массаны табаны қыздырып, табаға құйып, құймақты пісіріп аламыз. Осылай пісіріп аламыз. Міне осындай құймақ болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!